Келін ененің топырағынан, жақсы үйге түскен келін, жаман үйге түскен келсап, келелі сөзді келінді айтады деп нақылдаған дана қазақ, келін мен ененің өз орнын әлде қашан айғақтап берген. Отбасындағы ең әлсіз әрі нәзік тұс ене мен келін қарым-қатынасы. Екеуі де маңызды әрі қымбат тұлға. Ене отағасын дүниеге келіп жеткізген жан, келін еркектің аманаты, балалардың анасы. Үш тарап ішінде ең көркем амал отбасындағы татулық пен мамыражайлықты ұстап тұру. Алайда бұл мүмкін бола бермейтін жағдайға айналып бара жатқаны ащы шындық. Негізінде қазақтың дәстүрлі отбасында ене мен келін арасындағы қарым-қатынаста ешқандай қиындық болған емес. Халқымызда жер дауы, жесір дауы, құн дауы, мал және ар дауы дегендер болды. Алайда ене мен келін дауы дегенді естімедік. Ене мен келінге Төле би төрелік айтып, Қазыбек би қиындықты шешіпті деген дерек жоқ. Екі арадағы келіспеушіліктер туралы ешбір шешендік сөз мақал мәтел кездеспейді. Ене мен келін институты ықылым замандардан ұрпақ сабақтастығы арқылы жетіп отырған. Мұның қаймағын бұзған тағы да сол кешегі кеңестік кезеңнің кертартпа саясаты. Қазіргі қоғамда ене мен қарым-қатынасты мысқылдайтын, енені құбыжық образ ретінде көрсететін түрлі анекдоттар көбейді. Енені сыйламау идеясы орыстың салтынан еніп жатыр. Бір әйел 9-шы қабаттың балконынан құлап кетуге шақ қалып қолымен әзер ұстап тұр екен, бейтаныс еркек оны қолынан ұрып жатыр дейді. Төменгі жақта милиция қызметкері азамат, әйелді ұруды дереу тоқтатыңыз деп айғайласа, әлгі еркек бұл әйел емес, бұл менің енем деп жауап қатқан екен. Сонда милиция, бұл да жабысып алыпты ғой депті. Осы сынды анекдоттарды құлағыңыз шалған шығар. Бұл орыстың озбыр, безбүйрек, ұятсыз психологиясы. Күйеуін тауып берген немесе балаларының анасын дүниеге әкелген адамға күлу, жек көру біздің менталитет немесе болмыс емес. Ененің тарапынан атқарылуы қажет шаралар. Халқымызда өте әдемі дәстүрге арқау болған «қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда» деген тамаша сөз бар. Ененің өз қызын айтқан қалыпты, әдеттегі сөзі келіннің көңіліне тиеді. Бұл сөзді өз анасы айтса, еш қиындықсыз, өкпе ренішсіз қабылдай алуы мүмкін, бірақ ененің тарапынан болған ескертпе сөздерді келін көтере алмайды. Сондықтан енелер келінге айтқыңыз, көрсеткіңіз келген тәрбиені өз қызыңызға үйрету арқылы іске асыра алады екенбіз. Сондықтан енелер келінге айтқыңыз, көрсеткіңіз келген тәрбиені өз қызыңызға үйрету арқылы іске асыра алады екенбіз. Келін жұмсайтын объект. Мен айтам, ол істеу керек. Келіннің ендігі міндеті осы үйдің отымен кіріп күлімен шығу. Келген жеріңе тастай батып судайсың. Мінекей, осындай сөздер арқылы келінді көзсіз жұмсауды өзімізге ақтап алдық. Жоқ. Қазақтың талай жылғы тәжірибесі негізінде туындаған бұл сөздерді ешкім жоққа шығармайды. Алайда бірнеше ғасыр бұрын келін жұмсаған енелер ескерген бір қағиданы ұмытып, сүрініп қалдық. Ол не? Келін қандай жағдайда да өзге отбасының тәрбиесімен бой жетіп жаңа ортаға аяқ басқан бөтен адам. Сондықтан енелеріміз бөтен бір адамды жұмсағанда, жат кісіге сөзін өткізу керек болғанда қандай тәсілді қолданса, келінге қатысты өтініште де сол әдісті пайдаланғаны абзал екен. Мәселен, даналықты басшылық қалып, тәрбиелеудің ұтымды сәтін күтіп, кінәлайтын емес, үйрететін стильді пайдалану. Енелеріміз келіннің жақсы қасиеттерін көріп, өз дәрежесінде баға беріп, мақтап, елеп ескеріп отырса, көп тұстан ұтады. Ағайын туыстың көзінше әлтипатты сөздер айтып қойсаңыз, қандай жақсы. Оның бұл әдісі келінге мотивация болып, онан сайын жақсы қызмет етуге деген құлшынысын оятады. Өз қызымыздан көретін құрметті, өз қызымыздан күтетін сыйды келінімізден қаласақ, қызымызға сыйлық алғанда келінді де бөле жармауды әдетке айналдырайық. Сонда келін де енесін өз анасынан бөлмеу керектігін ұғынады. Сыйлық адамның нәпсісіне жағатын нәрсе. Сондай-ақ сыйлық беру сүннетте де аса жоғары құпталатын рәсім. Бір-бірлеріңмен қол алысыңдар.
іштеріңдегі кекшілдік жойылсын, бір-бірлеріңе сый сияпат жасаңдар, сүйіспеншілік артсын және араларыңдағы көре алмаушылық жойылсын деген. Сыйлықтың мынандай пайдалары бар: сүйіспеншілікті оятады, көре алмаушылықты жояды, махаббатты арттырады, құрметті қалыптастырады, жақындық орнатады. Мұны түсінген ақылды енелер келінге кезең-кезеңмен сыйлық жасап тұруды қолға алар. Сыйлықтың тым қымбат болуы шарт емес. Ерлі зайыптылардың арасына есі кеткен түсет демекші, жалпы ерлі зайыптылардың арасындағы келіспеушіліктерге үнемі араласа беруіміз дұрыс емес-ау. Дегенмен отбасында кикілжің туып жатса, ұлымызды емес, келінді қорғаштауға тырысайық. Іштен шыққандықтан ана мен баланың арасы көп ұзамай жарасады. Екеудің бір-біріне деген мейірімдері оңайлықпен сөйле қоймайды. Алайда ене мен келіннің, келін мен баланың арасындағы суықтықты жылыту, алшақтықтың орнын толтыру оңай шаруа емес. Керісінше, келіннің көзінше баласына «өзіңнен де бәле бар, нең бар ет соны айтып» деген сияқты жеке сөздер айтып қойсақ жақсы. Ененің баласы мен келіннің арасындағы жарастырушы алтын көпір екен ұмытпағаны абзал. Келін тарапынан болған қателіктерді, келеңсіздіктерді, кемшіліктерді баламыздан жасырып қалуға ұмтылайық. Бір-бірінің жамандығын жасырып, жақсылығын асырып жүрген ене мен келіннің қатынасы қандай көркем.